Хабар ала салдың ба? Жауап бермей жатыр. Қазір келіп қалатын шығар. Қадам көрінбейді. Қызық келетін уақыттар болып қойды ғой. Кенесары, менде мұнда не істеп отырсыңдар? Салтанат өзінің үйіне кешікпеуін сұрады ғой. Біз Хамза мен Жұлдыз күтіп отырмыз. Енді хабарласыңдаршы, тезірек келсін. Хабарлассақ тұтқаны алмай жатыр. Ондайша өзіміз бара берейік. Салтанат өзінің туған күнін ең үлкен кафеде өткізейін деп жатыр. Жоқ, Алтын, сен өзің бара бересің. Біз Амина екеуміз Хамза мен Жұлдыздың үйіне барамыз. Өйткені олар әдетте кешікпейтін. Ешнәрсе болған жоқ олармен, басқа анда батырсыңдар. Жоқ, Алтын, сонда да барамыз. Жарайды. Ендеше сендермен барамын. Салтанаттың үйіне өзім барғым кеп тұрған жоқ. Ендеше такси шақырайын. Кенесары, Алтындай, мұнда тез келіңдер. Не болып қалды? Қараңдар. Бұл кім? Хамза мен Жұлдыздың әкелері ме? Жоқ, олардың ата-анасы бір аптаға экспедицияға кетіп қалған. Бұл адамды танымайды екен. Мен де. Бөлмеде ешкім жоқ. Кенесары оларды тапты деп үміттеміз. Кімсіңдер сендер? Арқан табыңдар, оянбай тұрып байлап тастауымыз керек. Жүру ұзақ екен. Айтпа, тынысы бар ма өзінің? Тынысы бар сияқты. Енді полицияға қоңырау шалсақ болады ма? Күте тұр, Алтынай, алдымен біздің достарымызды қайда тығып қойғанын біліп алу керек. Қараңдар, есін жиді. Бірнәрсе айтқысы келіп тұрған сияқты. Тыңдайық. Тыңдайық. Деп босатыңдар мен. Не мынау? Бізге тағы да пышақпен атылу үшін бе? Тапқан екенсіз ақымақты. Сендерге тиісен деген ойымда жоқ. Өздерің ғой бірінші болып тиіскен. Иә, әрине. Біздің достарымыз қайда тықтың? Тез мойынды. Қолыңызда пышақ болды, және ал жапқысыңыз қызыл да қатолы. Айналайын, пышақты мен тамақ істеу үшін ғана ұстадым. Мына қызыл дақтың кетчуптыңыз ғой әшейін. Не тұрсыңдар? Босатсаңдаршы мені. Босатыңдар мені. Бұна не деген сұмдық айналайындар-ау. Не қарап тұрсыңдар? Босатсаңдаршы мені демей. Жұлдыз. Хамза, бұна не деген сұмдық мұ? Кенесары, Амина, Алтынай, мұнда не істеп жүрсіңдер? Сендерді маяктан құтқарып жатырмыз. Естерінен ауысқансыңдар ма? Бұл біздің қонағымыз, босатыңдар тезірек. Қандай дәмді? Ұнады ма? Өте. Ертең тағы да істеп беремін. Келіңдер. Егер Жұлдыз бен Хамза қарсы болмаса, келіңдер. Керек емес, профессор, тағы да шабуыл жасаса. Жұлдыз, Хамза, енді білмедік қой. Сендерді ұрлап баратыр деп ойлап қалдық. Кешіріңізші бізді профессорымызды. Ондай болады. Пышақ ұстаған адамды көрсем, мен де солай ойлар едім. Өтедіңіз. Бірақ бар ғой, бұндай жағдайда ең алдымен полиция шақыру керек. Айттым ғой. Иә, түсіндім. Сендер неге біздің үйге келгенсіңдер? Өткені қобалжыдық. Біз сендермен Салтанат туған күніне бірге барамыз деп едік қой, ал сендер келмедіңдер. Ой, есімнен шығып кетіпті ғой. Телефонға да жауап бермедіңдер. Біз қатты телефондарымызды ұмытып кетіппіз. Кешкі ас дайындауға дүкенге шығып кеткенбіз. Сонда өзіңіз жайлы ешнәрсе есіңізде жоқ па? Жоқ. Математика пәнінен профессор екенім. Сосын бір институтта дәріс бергенім есімде. Қай институт? Қалған есімде жоқ. Қай институт? Білмеймін. Балдар, жүріңдер. Мен сендерге бірден көрсетемін. Жүріңдер. Балдар, жүріңдер. Балдар, мынандай жағдай бар. Осыдан 2 жыл бұрын мені
жергілікті тұрғындар оңтүстік Американың бір аралынан тауып алыпты. Ол кезде мүлдем ес-түссіз болған ғой. Ал есімді жиғанда ештеңені білмейді. Әрі қарай не болды? Қазір бәрін айтып береді профессор. Енді әрі қарай болғанда жергілікті тұрғындар мені сондай жақсы қабылдады. Жақсы қабылдаған соншалық олар маған тұратын жер, қоныстайтын жер. Сосын жұмыс тауып берді. Сосын бірте-бірте олар тілін үйреніп алды. Сол уақыт бойы өзіңіз кім екеніңізді, қайдан келгеніңізді білгіңіз келмеді ме? Әрине білгім келді. Бірақ амал қанша? Қолынан ештеңе келмеді. Айтпақшы күндердің күнінде сол жердің жергілікті бір балықшысының ауына бір чемодан түскен екен. Соны естіп, менде сол кезде демалыс күндері болатын жұмыстан. Соны пайдаландым да мен де барып қарайын дедім. Сосын анау балықшы тұрғындардың бәрін жинап алып, сол жақын жердегі тұрғындардың бәрін жинап алып, ана чемоданды ашып ішіндегі заттарды көрсетті ғой. Түсінесіңдер ме? Не сонда? Қазір көресіңіз? Қазір. Мінекей. Сонда мына чемодан ғой. Сол чемоданды ашқаннан кейін ішінен мына фотосурет шықты. Осы фотосуретті көргеннен кейін осы чемодан менікі екенін бірақ түсіндім. Ого, фотодағы сіз емес пе? Иә. Бұл шешер ғой. Сіз Хамза мен Жолдың үй жанында тұрасыз. Демек, сіз бұрында ошақта тұрғансыз ғой? Жоқ, енді білмеймін ғой, енді қашан қандай жағдай тұрғаным есімде жоқ. Түсінесіңдер ме? Тоқтаңыз, фотода тек үйдің номері мен көшенің атауы ғана көрініп тұр. Ал сіз қай ел мен қай қала екен қайдан білдіңіз? Енді мына фотоның артында мекен-жайы жазылып тұр ғой. Сосын мен анда жергілікті тұрғындарға жағдайды айтып түсіндіріп, Қазақстанға кетуімді айттым. Сосын олар мені әуежайға дейін шығарып салып, ұшаққа билет алып беріп шығарып салып. Мен сөйтіп осында келдім. Маған профессор осы фотоны көрсеткен кезде мен профессордың сөзіне сеніп, үйімізге кіргіздік. Біз оның оқиғасын соңына дейін тыңдап, оған өзіміздің көмегімізді ұсындық. Бәлкім сендер профессормен туыс шығарсыңдар? Жоқ, біз әр туысымызды танимыз. Ал егер сенден ата-аналарың профессорын танитын болып шықса, олар да ғылыми адамдар емес пе? Сұрап көрмедіңдер ме? Иә, бірақ біздің ата-анамыз қазір алыс солтүстікте. Біз олармен байланысқа шыға алмаймыз. Онда біз профессорге өзіміз көмектесіп, қайда тұратынын өзіміз анықтайық. Кенесары, сен оның келуіне сенімдісің бе? Иә, әрине, олар бір бейсенбі сайын ошаққа келіп пицца жейтін көрсетілген. Солай ғой, бірақ 4-тен 20 кетті. Кешігіп жатқан шығар. Сәл күтейік. Қараңдар, ана жерде келіп жатқан ол емес пе? Я, ұқсайды екен. Дәл сол, тоқтатайық ендеше. Сәлем, сенің атың Айырсын бе? Я, сендер кімсіңдер? Не боп қалды? Сен әкемсі. Ей, қайда барасың? Тоқта! Жарадың, Кенесары. Оны үркітіп жібердің. Соншама не айттым? Бұл мәселені кейін шешейік. Көріп тұрсыңдар ғой, қашып кетті. Оны тоқтатып бәрін айтып жеткізу керек. Хамза екеуміз оның артынан барамыз, сендер шыға беріске барып, оны ұстап алыңдар. Жарайды. Сен оны көріп тұрсың ба? Жоқ. Қайда кетіп қойған? Ана ғана қасымызда болды ғой. Әне ол, қараңдар. Кеттік, ұстап алайық. Айерке, тоқта, қорықпа. Біз жай ғана сенімен сөйлескіміз келеді. Сауда орталығында неге жүгіріп жүрсіңдер? Біз жай ғана құрбымызбен ойнауға келдік. Ана лифтінің алдында тұр ол. Дос екендеріңе сенімсізбін. Ата-аналарың қайда? Ата-анамыз бізді осында қалдырып кеткен. Хабарлаңдар онда. Бұл қолдан келмейді ау. Онда менімен барасыңдар. Жағдайды анықтайтын боламыз. Ана екен, ол не екен? Айыркені тапты ма екен деп ойлаймын. Иә, тапты деп ойлаймын.
Сәлеметсіз бе, профессор? Амансың ба? Сіз немен алысып жатырсыз? Математикадан есеп шығарып отырмын. Не үшін? Бұл өзіндік миға арналған жаттығу. Енді осы жаттығу арқылы есіме бірдеңе түсе ме деп ойлаймын. Профессор, қолыңыздан келіп жатыр ма? Жоқ, әзірге нәтиже жоқ. Күдеріңізді үзбеңіз, профессор. Профессор, біздің сізге жақсы жаңалығымыз бар. Біз сіздің қызыңызды тапқан секілдіміз. Рас па? Иә, негізі бүгін екеулеріңізді кездестіре алар едік, егер де бір кісілер оны қорқытып жібермегенде. Мен оған тез болған жағдай түсіндіріп бергім келді, бірақ дұрыс сөздер таба алмадым. Демек ол келмейді. Ойнамаңыз, профессор. Біз оны тағы да табуға тырысамыз. Иә, келесі кезде қолымыздан келеді деген ойдамын. Иә, әрине, Кенесары бізбен бармаса. Хамза, қой енді. Кенесары Айеркеннің қайда тұратынын біліп алды. Ертең оңайға соғадық Айеркенді табуға. Иә, ертең оны тезірек кездестіру үшін таңертең ерте тұрып, оны мектеп жағына барып, мен онымен сөйлесуге тырысамын. Балалар, қолдарыңнан келеді деген үміттемін. Жақындарымның біреуін көруге қаншалықты асығыс екенімді білсеңдер ғой. Бұл тағы сендер ме? Ерке, тыңдашы. Тағы бастады. Жүр атына ерек. Жақындамаңдар. Егер соңынан қалмайтын болсаңдар, тұрған жеріне тоқтамай айқайлайтын боламын. Керемет, Айерке. Біз жайлы сізбен сөйлескіміз келген. Не жайлы? Тағы мен әкемді қалай ұрғандарын туралы айтпақсыңдар ма? Сен мені дұрыс түсінбедің, айтқанымды ұмытшы. Айерке, сенің әкең біздің достарымыз Хамза мен Жұлдыздың үйінде. Оның есінде ешнәрсе жоқ. Ол үйіне қайтып оралатынын білмейді. Ол сенімен кездескісі келеді. Біз оған көмектесіп жатырмыз. Ойлашы, саған неге өтірік айтамыз? Қайдан білейін, мүмкін мені ұрлап алып кеткілерің келетін шығар. Иә, әрине, басқа істейтін затымыз жоқ қой. Айерке, біз шынымызды айтып тұрмыз. Жоқ, ешқайда сендермен бармаймын. Анам бейтаныс адамдармен ешқайда бармау деп айтатын. Жарайды, онда маған өзінің телефонымды берші. Бұл тағы да не үшін? Қорықпа, тартып алмаймын. Мен сенің телефонына Жұлдыз екеуміздің тұратын үйіміздің адресін жаздым. Енді сен сол жаққа өзің әкеңді көруге келе аласың. Анаңды да алып кел. Мә, ал телефонымды. Онда біз кеттік. Сау бол. Күте тұрыңдар. Мен сендермен барамын, бірақ сабақтарың аяқталсын. Жарайды. Профессор, қолыңыз бос па? Иә, кітап оқып отырмын. Хамза, Жұлдыз, сендердің сөрелерінен керемет кітап тауып алдым. Біз де біреуді тауып алдық. Иә? Иә, қолымыздан келді, профессор. Біз сіздің қызыңызды алып келдік. Қайда ол? Айерке, кіре ғой. Қызым? Бұл менің әкем емес. Не? Сенімсің бе? Әрине, менің әкем жасырақ және бойы ұзынырақ. Янашым. Не? Қазір тез келемін. Менің нағыз әкем табылды. Оның көлігі жолда сынып қалған екен. Ал телефонның қуаты сөніп қалыпты. Бірақ ол қазір үйде. Профессор, бізді кешіріңізші. Біз қателесіппіз. Ештеңе етпейді. Сендердің тырысқандарыңа рахмет. Кенесары не болып жатыр? Басқа аппарат табылмады. Қызық. Біз профессорды 5 мәрте түсіріп, оны желіге салдық. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Айттым ғой мен сендерге, оның программасы дұрыс істемейді деп. Жұмыс істейді, мен тексердім. Енді бұл не мағына береді деп тұрсыңдар? Профессордың бірде-бір желісі жоқ деген сөз бұл.
Ал ондай болады ма? Бәрі мүмкін. Білмеймін ғой. Онда біз ештеңе таппаймыз ба? Табамыз. Бар болғаны басқалай іздеп көруіміз керек. Ата-әжелеріміз сияқты газетке жүктеп істеп көреміз ба? Газетке салу дұрыс шешім емес, оның қазіргі заманда ешкім қарамайды. Олар былай қылсақ қайтеді. Ана менің суретім бар хабарландыруларда. Көшенің бойына іліп қойса. Бәлкім мен танитын адамдар танып қалар, көріп қалар. Бұл жақсы шешім. Сапасы жақсы бір суретті шығарып, байланыс үшін сотка номерімізді қалдырамыз. Ақшалар сый болады десек қалай? Мүмкін бір нәтиже шығар. Ақшалай сый дегеніңіз, біз оған ақшаны қайдан табамыз? Мен ескі планшетімді сатуға болады. Біз Хамза екеуміз конькиге ақша жинап жүредік. Соны берсек қалай болады? Жоқ балалар. Көңілдеріңе рахмет, қажет емес. Профессор, бәрі дұрыс. Қазір басты мақсат сіздің жақындарыңыздан біреу тауып алу. Міне бұл соңғысы болатын. Демек, біз бүкіл ауданға парақ жабыстырып шығуды үлгердік. Енді күту ғана қалды. Мына жерде қалып қалмайықшы, өте суық. Я, үйге тезірек қайтқым келіп тұр. Профессор бүгін бізге дәмді тамақ пісірем деп уәде берген еді. Тамақ пісіруді ұмытпаған сондай жақсы. Кескі аш үшін сізге рахмет, профессор. Әдеттегідей бәрі дәмді. Бәлкім сіз тек қана профессор емес, аспазшы да болған шығарсыз, есіңізде қалмай тұрған шығар. Сендерге ұнағанына қуанып отырмын. Айтпақшы, анау хабарландыруды жабыстыру жұмыстары қалай болып жатыр? Осы ауданға 7 додасын жабыстырып шықтық. Ертең де солай басқа ауданға барып жабыстырайын деп жатырмыз. Маған біреу бейтаныс номерден хабарласып жатыр. Алсаңшы, мүмкін профессорға қарсы мағлұмат айтатын шығар. Алло, я. Ол біздің жанымызда. Я. Сізге мекен жайды жіберемін. Сау болыңыз. Кім болды бұл? Ол Нұрайлым. Нұрайлым қыз біздің хабарландыруды көрген екенде ағасы екенін айтқан. Оның профессормен байланысы бар екен. Тамаша, профессор. Біз сіздің жиенізді тапқан сақтымыз. Тағы не деді? Ол сізбен кездескісі келеді, ертең келуге уәде берді. Бәрекелді. Жарайды, жақсы. Ертең келе ма сонда? Я. Күтейік оны болса да. Тамақты алып отырсыңдаршы балдар. Костюм маған сәл кішірейіп қалған сияқты ма? Сізге жай ғана солай көрініп тұр. Рас па? Я, енді сіз жеңізбен келісуге толықтай дайынсыз. Болатын келетіне келмейтіне. Мен шынына сенбей тұрған сияқты қобалжып тұрмын сондай болған. Ойындамаңыз, бәрі жақсы болады. Жақын арада туыстармен жерде кездесесіз. Біреу келіп тұр. Барып ашайын, Нұрайым шығар. Ағатай, сізді қатты сағындым. Сізді көрмегенімізге 6 жыл болды ғой. Қайдағы 6 жыл? 2 жыл емес пе? Білем. Ал, ағатай. Түсінеміз. Профессор жолығанда отбасынан қатты алаңдау керек. Я, анам қатты уайымдады, түні бойы ұйықтамады, ал інім болса күнеге жылап жүрген болатын. Ағатай кезінде оны өзімен бірге жұмысқа апарып, көлік жөндетуді үйрететін. Қандай көлік? Профессор институтта математикадан дәріс берген сияқты еді ғой. Енді институтқа қалай барады деп ойлайсың? Сол көлігімен сына беретін, бірақ сонымен барып, оны жөндететін кезінде.
бәлкім солай шығар. Бірақ менің есімде жоқ. Уайымдамаңыз ағатай, мен сізге бәрін айтып беремін. Уақыт өте келе сіздің есіңізге түседі. Солай болса жақсы болар еді. Ендеше уақыт болып қалды. Заттарыңызды жинаңыз, кетеміз. Күтіңізші, профессор, мүмкін соңғы рет бәріміз бірге дастархан басына барып шай ішіп дұрыстап қоштасармыз. Жоқ, біздің уақытымыз тығыз. Біз поездға үлгермей қаламыз ба деп уайымдап тұрмын. Нұрайым, енді бір балаларға 15 минут уақыт бөлейік. Қанша дегенмен бұлар маған соншама жақсылық жасады. Жақсы. Тек 15 минут қана. Онда тездетіп Асиге барайық. Жүріңдер. Балдар, сендерге алғысым шексіз. Сендер менің туыстарымды тауып беруге көмектестіңдер. Бұл жақсылықтарыңды ешқашан ұмытпаймын. Біз де сізді ұмытпаймыз, профессор. Иә, мұнда қалған достарыңызды барын ұмытпаңыз. Міндетті түрде қонаққа келіп тұрыңыз. Біз сізді сағынатын боламыз. Рахмет. Иә, әрине, бірақ менде бір ғана сұрақ пайда болды. Егер сіз басқа қаланың тұрғыны болсаңыз, неге сіздің чемоданыңызда осы үйдің жанында түскен сурет жатыр? Ой, уақыт болып қапты ғой. Ағатай, сіз заттарыңызды жинай беріңіз, мен такси шақыра берейін. Жақсы балдар. Бірақ менде бірақ чемодан ғой. Рахмет балдар көп. Жақсы, сау болыңдар. Ал, берер сыйақыларың қайда? Қандай сыйақы? Қалай қандай? Сендер ақшалы сыйақы қарастырамыз деп жазған сияқты едіңдер ғой? Солай ғой? Иә, солай. Енді мен сендерге жай ғана ақпарат қана емес, ағатайды тауып, оны туысқандарына апарғалы отырмын. Ол да көп ақшаны талап етеді. Бірақ біз өз қалауымызбен келіп отыр деп ойлап едік. Әрине өз қалауыммен келіп отырмын. Бірақ сендер білесіңдер ма, мен ағатайды іздеуге қанша ақша құртқанымды? Қанша? Көп. Сондықтан ақшаны тезірек алып келіңдер, мен уақытым аз. Жарайды, қазір алып келемін. Болды. Рахмет жұмыс. Профессор, не болды? Неге оралдыңыз? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Қалай сонда? Нұрайлым екеуміз ана темір жол станциясына барғаннан кейін жолға қатысты ақпарат біліп келемін деп кетіп қалды. Мені сонда күтіп отыруымды сұрап. Ары қарай не болды? Не болды? Ол кетті, мен сол бойы күтіп 2 сағат отырдым ана жерде. Соны іздеуге тырыстыңыз ба? Соны іздеуге тырыстыңыз ба? Ойбай, іздеуге тырысқанда анау полицияға барып мән-жайды түсіндіріп, ана жиенің жоғалып кеткенін айтып едім. Сол жерде полицейлерге. Ол не деді? Не дегенде сол анау бақылау камерасы арқылы Нұрайлымды тауып алды. Ой, қатығымен Нұрайлымды тауып алды сол. Онымен бәрі дұрыс па? Енді дұрыс болғанда сол бейне бақылау арқылы қарап ек, Нұрайлым темір жол станциясына шыққанда такси ұстап кетіп қалғанын көрдік ана жерден. Қалай кетіп қалды? Неге? Білмеймін ғой, енді оның менде номері жоқ хабарласатын. Ол сізге жауап та бермес еді. Неге ойлайсыз? Енді, Нұрайлым, біздің ақшамызды алды да жоқ болып кетті. Қандай мағынада? Тура мағынада ол ақшалай сыйды алды да жоқ болып кетті. Тоқта. Сонда не, сендер оған ақша бердіңдер ма? Ол сізді іздеуге көп ақшаны құртты да бізден ақшалай сыйлық сұрады. Біз қолымызда бар ақшаны оған бердік. Сізді апару үшін. Ол маған басынан ұнамады. Профессорды өмірінде бірінші рет көріп тұрғаны анық болды. Саған түсінікті болса, неге бізге айтпадың? Маған жай көрініп қалды деп ойладым. Бұны бұлай қалдыруға болмайды. Қалай сонда? Ал біз не істей аламыз? Оны тауып ақшамызды қайтарамыз. Оны қалай таппақсың? Нұрайлым Жұлдызға звондағанда оның нөмірі Жұлдыздың телефонда қалып қойған. Сол нөмірге қарап, қазір оның қай жақта екенін бақылай аламыз. Сол үшін маған тек қана ноутбук керек. Иә, қазір алып келем.
Ой, сәлем. Сіздер мен қалай таба алдыңдар? Менің телефонымда арнайы бақылайтын программа бар, сол арқылы да. Мен мұнда негізі ағамды алып кетуге келген едім, бірақ маған кенет звондап қалды еді, сондықтан кету керек болып тұр. Кинотеатрдан звондап хабар салған ба не? Бізге өтірік айтудың қажеті жоқ. Тез ақшамызды қайтар. Ақша жоқ, ақшаны қайтара алмаймын. Солай? Сен жартысын жаратып тастадың. Өтірік айтпа. Рас айтамын, мен қалған жоқ ақша. Онда полиция шақырамыз. Тоқта. Мен шақырмаңдар. Мен ақша қайтара алмайтыным рас, бірақ профессордың нағыз туысқандарын табуға мен көмектесе аламын. Тыңдамаңдар оны. Тағы да өтірік айтып жүр. Рас айтамын. Менің блогер досым бар еді, оның көптеген оқырмандары бар. Сол оқырмандардың арасынан профессорды танитын бір адам шығуы әбден мүмкін. Енді кешіріңдерші, мен енді ондай әрекетке бармайтын боламын. Мен профессорден жеке хабарласып, одан кешірім сұрайтын боламын. Неге шақырдың? Сәлем. Сен көмегім мына балаларға қатты керек болып тұр. Жақсы. Саған көмектесемін. Бірақ тегін емес. Істеу керек. Маған штатив керек. Бізге тегін көмектесе аласың ба? Жоқ, тегін көмектеспеймін. Жоқ, кетпе, отыра тұр. Ақшаның бәрін төлейміз. Егер ақша болмаса, мен кетемін. Жоқ, кетір. Нұрайлым, қалған ақшаны Санжарға жібер. Жүктедің бе? Басқа ақпаратты алмадым. Қандай қол блогер еді? Профессорға көмектескісі келген жалғыз адам сияқты түр жасауын. Бастысы бейне баян шықты. Енді профессордың туыстары осы видеоны көріп, байланысқа шығады деп ойлаймын. Айтпақшы, кеше маған 68 белгісіз нөмірлерден хабарласты. Және де мен ол нөмірлерді сақтап, аттарын да сақтап алдым. Сонда қалай? Солардың бәрі менің туыстарым ба? Қайдағы Нұрайым секілділер ғой? Бұлардың басты көпшілігі ақшаны не болмаса хайып қалайды. Немене дейсің? Ол сіздің жағдайыңызды пайдаланып, аттарын шығарып алмақ. Сонда бұған қанша уақыт кетеді екен? Біраз күн, тіпті біраз апта. Профессор, мына тізімдегі адамдарды қарап көріңізші тағы да бір рет. Бәлкім сізге таныс есімдер бар шығар. Дәптеріңізді әкеліп алыңыз. Bir жағынан есеп шығарып, бір жағынан тізімді ақтарып отырыңыз. Мүмкін сізге көмектесіп қалар. Ес бар, байқап көрейік. Мен қазір келем. Екі сағат болды отырғаныңызға. Есіне ешнәрсе түспей отқанға өкінішті. Есіме түсті. Есіме түсті деймін. Есіме түсті. Есіңізге түсті? Адамның есімі. Адамның есімі. Менің қызымның есімі. Мен ол атты әйгілі математик әйел Мариям Мирзаханинның құрметіне қойған болатынмын. Ол тізімде бар ма? Я, бар, міне. Ендеше оған хабарласыңыз. Алло, қызым. Бұл мен ғой әкем. Е. Қызым маған бәрін айтып берді. Мені осыдан 2 жыл бұрын Чилиде өткен математикаға арналған халықаралық конференцияға шақыртты. Ал мен болсам, онда мүлдем жете алмаған. Неге? Неге болғанда мен ұшқан ұшаққа найзағай тиіп, ол мұхитқа құлаған. Ого. Иә. Сізді аралда қалай тап болғаныңыз ең түсінікті. Иә. Сол аралда болған аралықта
менің жанұям мені іздепті. Іздеу салдырған ғой енді маған. Бірақ ешқандай нәтиже шықпаған. Сосын бір жыл өткен соң осы үйді сатып көшуді жөн көрген екен. Бәсе, ойлаймын, сіз қайдан осы фото? Сіз сонда бұрында осы үйде өзіңіз отбасыңызбен тұрған екенсіз ғой? Иә. Енді сіздің қайдан осы фото жүргенін білетін болдым. Иә, мына мен әуежайға жолшы емес бұрын қызым есіктің алдында әдейі түсіріп алған екен. Шет жақта жүрген кезде үйді сағынғанда осы фотоны көріп жүрсін деген екен. Енді не істейсіз? Не істеймін? Жанұяма барам. Қызым жаңа мекен-жайды айтты. Олар мені сағына күтіп отыр. Жақын арада енді бүкіл жақындарыңызды көретін боласыз. Иә. Бізді де ұмытпаңыз. Әрине, ұмытпаймын. Рахмет сендерге көп. Балалар. Сендердің арқаларыңда мен туыстарымды таптым, туғандарымды таптым. Көп рахмет балалар сендерге. Хамза мен Жұлдыз қайда кетті? Білмеймін, білер татырым келу керек еді. Келіңдер ау, қайда жоғалып кеттіңдер? Біз асханада көп тұрып қалдық. Жарайды. Қараңдар, профессор үйіне жетіпті. Маған фотосын жіберді. Сендерге дұғай сәлем айтып жатыр. Иә, үйіне жеткені жақсы болыпты ғой.